Алақан бунақ буындары, артикуляция, метакарпия, фалангия деп аталады. Буын басы алақан сүйектерінің басынан, яғни капут метакарпалистан, ал буын ойысы проксимальды қатардағы бақайшық сүйектері негізі базис фалангистан құралатын болып саналады. Буын беттері негізінен гиалинді шеміршекпен көмкерілген және буын қапшығы боста орналасады. Сонымен қатар бұл буын бізде екі түрлі байламмен бекітілетін болып саналады. Бірінші байлам бұл коллатеральдық байлам, лигаментум коллатерале. Ол алақан сүйегі басының бүйір қапталынан бастау алатын болып саналады және төмен қарай бағытталып, проксимальды бақайшықтың негізінің бүйір қапталына барып бекиді. Бұл байлам барлық буындарда кездесетін болып саналады. Және бұның негізгі қызметі алақан бақайшық буын қапшығының бүйір қапталын бекемдеу болып саналады. Келесі байлам бұл көлденең алақандық терең байламы, лигаментум метакарпия трансверза профунда деп аталады. Екінші, бесінші алақан сүйектерінің басының аралығында көлденең бағытта алақан бетіне жақын орналасқан байлам болып саналады. Және бұл байламның негізгі қызметі алақан бақайшық буындарын бірдей қашықтықта ұстау болып саналады. Және де бұл буынның пішіне келетін болсақ, бірінші алақан және де бақайшық буыны шығыр пішіндес болып келеді. Сондықтан ондағы қозғалыс фронтальды білік бойынша бүгіледі, жазылады. Ал қалған буындарда бұлардың пішіні шарп пішіндес болып келеді және сондықтан олардың қозғалысы фронтальды білік бойынша бүгіледі, жазылады. Сонымен қатар сагитальды білік бойынша әкелінеді және әкетіледі және шамалы айналмалы қозғалыс жасайтын болып саналады. Ендігі саусақ аралық буындар, артикуляция интерфаланга деп аталады. Бұл барлық саусақ сүйектерінде кездесетін буындар болып саналады. Және буын беттеріне келетін болсақ, бұл әрбір мына саусақ бақайшығы, яғни әрбір фаланганың дистальды бөлігі мен проксимальды бөлігінің аралығында түзілетін буын болып саналады. Және буын беттері гиалинді шеміршекпен көмкерілген және де буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан. Буын пішіні жағынан шығыр пішінді буынға жатады және тек фронтальды біліктің бойында бүгіледі және жазылатын қызметті атқарады.